Қалайсыздар? Үйлеріңізді қызыл кірпішпен қалайтын болсаңыздар, қанша кірпіш кететінін қазір айтатын болам. Есептеп біліп алыңыздар. Сыртқы қабырғаларыңыз мынандай 1,5 кірпішпен қаланатын болса, 1 метрге 12 кірпіш кетеді. 12 кірпіш кетеді. Біздің үйлердің размері 14-те 12, барлық үйдің сыртқы размерін қосып шығамыз. 14 қосу 12 қосу 14 қосу 12. Бізде үйдің сыртқы қабырғасы 52 метр. Осыны көбейтеміз. 1 метрге кеткен 12 кірпішті тең. Сонда бізде үйдің сыртқы қабырғасына бір қатарға 624 кірпіш кетеді. Осыны үйдің биіктігіне кететін кірпішке көбейтеміз. Кірпіштің биіктігі 7 см, раствормен 8 см. 8 см. 37 қатар қалайтын болсақ, бізде үйдің биіктігі болады 3 метр, 2,96 болады. 37 қатар жеткілікті бізге. 624 бана бір қатарға кеткен кірпішті көбейтеміз 37 қатарға тең. Үйдің сыртқы қабырғасына 23.088 кірпіш кетті. Осыдан терезелердің размерін дәл осындай есептеп алып тастайтын боласыздар. Мысалға, терезенің ұзындығы 1,5 метр дейік. 1,5 метр. 1 метрге 12 кірпіш кетсе, 1,5 метрге 18 кірпіш кетеді. 18 көбейту биіктігі 8 сантиметрден 20 қатар болсақ, 1,60 болады терезенің биіктігі. Көбейтеміз 20 қатарға. Он 8 көбейту 20 қатарға. Бір терезеге 360 кірпіш кетеді. Бізде сондайда мысалға 5 терезе дейік. 5 терезе дейік, көбейтеміз 5 терезеге. 1800 кірпіш, бағана 23.000 кірпіштен 1800 кірпішті алып тастаймыз. Сонда сыртқы қабырғаға қанша кірпіш кететіні шығады бізде. Ішкі қабырғаға 1 метрге 8 кірпіш кететін болады. Осындай бір кірпіш қалайтын болсаңыз, ішкі қабырғаға 1 метрге 8 кірпіш кететін болады. Ішкі дуалдардың размерін бәрін қосып шығамыз. Мысалға, мына жер 14, мына жерде мысалға тағы да 12, мына жерде 4 метр. Сол қабырғалардың бәрін қосып шығатын боламыз. 14, қосу 14, қосу 12, қосу 4 метр, қосу 6 метр. Бізде 50 метр ішкі қабырға. Тең. Көбейтеміз. 1 метрге кеткен 8 кірпішке. Тең. Бізде бір қатарға 400 кірпіш кетті. 400 кірпіш кетті. Енді осыны көбейтеміз бағанағы 37 қатарға. Тең. Ішкі қабырғаларымызға 14.800 кірпіш кетеді екен. Осыдан есіктердің размерін алып тастаймыз. Есіктердің ені 1 метр болатын болса, биіктігі 25 кірпішті көбейтеміз 8 қатарға. 2 метр болады. 8 көбейту 25 қатарға. Бір есікке 200 кірпіш кетеді екен. Сөйтіп бізде мысалға 5 есік болатын болса, көбейту 5-ке. Содан 1000 кірпішті алып тастаймыз бағана 18500-ден. Сонда бізге 17500, бір ішкі қабырғаларға 17500 кірпіш кетеді. 17500-ге бағана сыртқы қабырғада шыққан 23000 кірпішті қосамыз. Сонда бізде жалпы қанша кірпіш кететіні шығатын болады.